Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін ең оңай жасалынатын сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Алдымен 2 жұмыртқаға қант қосып, венчикпенен осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бөлме температурасына майды және ұнды қосып, жақсылап араластырып, осындай қолға жабыспайтын қамыр ереп аламыз. Содан кейін қамырымызды 10 минут тұндыра тұрамыз. Қамырымыз дайын болғанша дейін ішіне құятын салмасын дайындаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқа, 6 ас қасық қант, қаймақ және 1 ас қасық ұн қажет. Осылардың барлығын жақсылап араластырып, ішіне құятын боламыз. Содан кейін қамырымыз видеода көрсетілгенде осындай 20 см формада келтіріп салып аламыз. Содан кейін манағы салмамызды ішіне құйып, 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Сонда осындай өте дәмді, әдемі сүзбелі бәліш дайын болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.